Көз ақысы дегеніміз не деп сұрасам, үлкені де кішісі де иықтарын көтереді. Қайдан білейін деп өзіңе таң қалады. Бұл олардың кінәсі емес, ол үлкен буынның кінәсі. Дастархан басында отырып, ата-бабаларымыз сияқты қазақтың салт дәстүр тиымдарын сынаптай кіргізіп, қорғасындай батырып, құлағының құрышын алатындай екі ортаны шынжырлап берік ұстайтын бір тізбектік үзілгені ме? Сонымен көз ақысы дегеніміз не? Соған келейік. Бірде Алтын Орда базарына барып керек заттарымызды алып жүрміз. Сауда орны у-ду, аяқ басатын жер жоқ. Сыртынан бақыласаң қуанасың. Адамдарға қарап терең ойға батып ем. Бір кезде банан жейм деп айғайлаған балақайдың дауысы базарды көтерді. Шешесі тұра ғой балам, әкең ақшалат, керегіңді әперем деп уатады. Арасында тұр енді ұят болады, жығылғанды полиция әкетеді деп қорқытып қояды. Бала көнер емес, көз жасы көл болып одан бетер айғайлайды. Өтіп бара жатқан ел біреуі күліп, біреуі әй жігіт деп дауыстаса, енді біреуі кәмпит беріп еді, оны бала итеріп одан сайын тыржиды. Сол кезде басына әдемілеп орамалын таққан сатушы келіншек, балақай жылама, мә, ала ғой деп екі бананды екі қолына ұстатып еді, жылаған сап дейді. Анасы, жоқ қызым алмаймыз, ақшам жоқ деп еді, сатушы оқасы жоқ. Бұл балаңыздың арыздығы деп жымиды. Уақыт өте үйге де қайттық. Жол жөнекей әлгі оқиғаны жұбайыма баяндап, не деген иманда әйел, ана сатушы десем жұбайым, көз ақысы ғой, біледі деп қойды. Ол қалай деп едіп, бала бананды көрді. Оған жеу керек, үлкендердің жоқ дегенін ұқпайды, ақша сату, алу дегенді білмейді. Сол себепте періште ғой, көзбен көрген қолмен берейін деп арыздығын ұстатты. Кезінде ата-бабадан қалған дәстүр ғой, әйтпесе тауары өтпей берекесі кетеді деп қайырды. Соғыстан кейінгі жылдары жұбайлар қол ұстасып бірге жүрмейтін. Себебі көз бар, қызғаныш бар, қуаныш бар дегендей. Жесірлер өте көп болып, олардың көңіліне келеді, жүректегі жарасы ашылады деп әжеміз үйрететін. Махаббат пен сүйіспеншілік жасырын болу керек. Ол ел көзіне тиесілі нәрсе емес дейтін. Қазір қарасаң, ашық көшеде құшақтасып сүйісіп тұрғанда неше түрлі көздер әртүрлі ойда болып, көз тиюі, тіл тиюі, береке мен бақытсыздық осындай энергетикадан туындайды. Қазақ қыздары шаштарына дейін жасырып жинақтап отырған. Үйге келген кісі амандасқаннан кейін дастарханыңа қарайды. Міне, көз ақысын төлеу үшін асқа отырғызып жоқ дегенде дәм тат дейтіні осыдан. Бірде бір дуана кешкілік уақытта бір үйге келеді. Ассалаумағалейкум, кеш жарық, қырықтың бірі қыдыр, бір тостаған айран беріп, шаңырақтарыңа түн өтсеңдер нұр үстіне нұр болады деп тілеп айтқанда, үй иесі сәлемдесіп төрге шығарады. Дастархан үстіне көз түскен дуананы байқаған келіншек, аз да болса көп көріңіз, Тәңірдің бүгінгі бізге берген арысымызды бөлісіңіз деп бір тостаған ыстық сорпа береді. Тамаққа қанағат етіп, терлеп тепшіген дуана біраз әңгіменің басын майын ағызып тұрып айтқанда, қара домалақ жеті баласы мен бір қызы қызығушылықпен тыңдайды. Таң ата айран ішіп, құйрық майда асып, ризашылығын білдірген дуана жолға жиналады. Сонда үй қожайыны, ақсақал, батаңызды беріңіз дегенде дуана, бісміллә, алақандарыңды жайыңдар деп былай дейді. Сәуірдің нұрлы жауыны сауылдағанда, шаңырақтарың опырылып жерге түсіп, бай қуатты болыңдар, берекелі болыңдар, әумин деп жол жүріп кетеді. Үй іші аң-таң болып, не айтарын білмейді. Жұбай, қайбір жетісіп жүрдейсің, қартайып алжиын деген ғой, алла мүсіркесін деп қоя салыпты. Сірә, көктем келіп алғашқы нөсерлеткен сәуірдің жаңбыр жауғанда, үй төбесі опырылып ортаға түсіпті. Топырақ ортасынан дорбаға салынған алтындар шашылады. Үйге береке кіріп, бай қуатты тұрыпты деседі. Кіндігіңді көрсетпе, шайтан кірет, шашыңды жайма, тәніңді жабық ұста тағы басқа тиымдар бос айтылмаған. Қазіргі таңда ашық-шашық жүретіндер интернеттен не жегенін, не кигенін, не сатып алғанын, не пісіргенін көрсетіп, біреулері балалардың бейне суреттерін мақтан ететіндер көп. Солар көз ақысын білмейді тегі. Біреуде бар, біреуде жоқ. Біреуінің табысы дастарханнан аспайтындар да аз емес. Нәрестеге зар болып жүргендер қаншама, нан таба алмайтындар да кездеседі. Төсек тартып зарлағандар да аз емес. Сонда сіздің көрсеткеніңіз нағыз тәкаппарлық емес пе?
Ал ол ертеңгі күні үйдің берекесін қашырып, тіл көз боласыз, ырысыңыз кетеді. Атадан қалған дәстүрді ұстасаңыз, ол бақытқа апаратын жол.